Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте нежный, дәмді болып шығады. Дайындалуына небәрі 10 минут кетеді. Тез жасалынады. Осы рецепті міндетті түрде үйреніп алыңыздар. Ең алдымен жұмыртқаларыңызды жақсылап миксерлеп, шекер қосып арқылы миксерлеп аласыздар. Жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 3 жұмыртқа жетеді. Егер кішкентай жұмыртқа болса, 4 жұмыртқа қосыңыздар. Айрандарыңызды міндетті түрде жылытып қосыңыздар. Егер тоңазытқышта болса, оны міндетті түрде газге кішкене жылытып алу керек. Сосын сұйық майларыңызды қосасыздар. Жақсылап барлығын араластырып болған соң, ұндарыңызды қосып, үстінен разрехительді қосып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Массаларыңыз қатты қою емес, тым қатты сұйық емес, орташа массада қоймалжыңда болуы керек. Пирогтарыңыз өте тез жасалынады. Осы уақытта сіздер духовкаларыңызды қыздырып қойыңыздар. Сіздер дайындап болам дегенше духовкаларыңыз қызып қалады. Дайындалуына өте аз уақыт кетеді, тез жасалынады. Осы рецепті міндетті түрде дайындап көріңіздер, достар. Менің каналымда көптеген рецептілер бар, оңай торттардың рецептілері бар. Менің каналыма келіп көрсеңіздер болады. Және де тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің осы қазақ тіліндегі каналымды осылай қолдай аласыздар. Шет-шетіне табаныңыздың май жағып, салып 200 градуста пісіретін боласыздар. 200 градуста пісіп шыққан соң дайын болады. Біздің пирогтарымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Таңертең немесе кешкі асқа десерт ретінде ұсынсаңыз болады. Өте дәмді шығады, достар. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.